Assalamu alaikum достар, сендермен мен Нойл. Бүгін біздерде Skyblock 10-шы бөлім. Алдыңғы бөлімде достар, мен сіздерге 130 подписчикке жеткізіңіздер деп едім. Бүгін бізде уже 130 подписчик болыпты. Сіздерге көп рахмет қолдау білдіріп жатқандарыңызға. Бірақ ол достар менің просмотр саныма қарағанда әлде қайда аз. Өйткені мені 98% адам 5 подписки көреді достар. Сол себепті қазірден видео бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. И бізде алдыңғы бөлімде осындай бір бамбук ферма соқтық. Осы жерден тоқтап қалма бір бәле көрші. Мына қоя салайық. Білмеймін, жөнді істелінген жоқ бұл. Әлі де істеу қажет. Осыны мына елдерге тұрып қалады. Негізі бұны басынан соғу керек сияқты менің ойымша. Қашансыз нәрге де тұр, не істеп қалып жатырмыз. Может, осылай істеп, мына сандықты осы жаққа ауыстырамыз. Так. Достар, мен келесі бөлімде не жасаймын деп алдыңғы бөлімде айтқанмын. Соған кейбіреулер, короче, мына не болып қалды? Все, өстіп кеп аламыз. Короче, кейбіреулер үйіңді дамыт депті, кейбіреулер қора соқ депті. Білмеймін қазір не істерімді. Мынаны қараңыздаршы достар, дейін несі. Ё-моё, қанша ағаш неде. Бүкіл ағашымыз өсіп жатыр. Бұның бәрін сындырамыз дегенше бізге бір 5 топор керек. Бұның бәрін сындырып алайық. Қашаңыздар, бір-бірімен араласып өсіп кеткен бір бөлігі. Достар, айтпақшы, мен осы видеоға ВК ссылкамды қалдырып кетейін деп жатырмын. Яғни ВК аккаунтымды. И, короче, өздеріңізді мен комментариямды оқымайды дейтіндер болса, кейбіреулердің айтпақшы достар, комментариясы келмейді. Яғни, білмеймін ол не үшін екенін. Бірақ кейбіреулердің комментариясы маған келмейді екен. Өйткені бір бала алдында айтты маған. Короче, саған жаздым, и саған комментария бармайды бірдеңе деп. И сондай болып жатса, сіздерде де мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, яғни маған қояр сұрақтарыңыз болса, сол ВК аккаунтыма кіріп жаза берсеңіздер болады. И сосын алдыңғы бөлімде менде бір подписчигім реклама бар ма деп сұрапты. Оны әлі мен қарастырған жоқпын, яғни ойланған да жоқпын, ол реклама мені сұрайды деп. Если сондай сұрақтарыңыз болса, ВК аккаунтқа жаза берсеңіздер болады. И осы видеоның описаниясына қойып қоямын ВК аккаунтты. Сонымен кіріп, короче, тіркеліп қойыңыздар ол жақта да. Так, мына жақтан тағы ағаш өсті. Мынаның бәрін қазір дубқа айналдырып сату керек. Бірақ бұның бәрін алмайды бізде ше. Біртіндеп сатпасақ, қазір бостан-босқа жартысы қалып кетеді. Сол үшін дубты бөлек, мынандай ағаштарды бөлек сату қажет. Так. Бізде әлі ашылмаған достар, прикинь. Әлі ашылмаған. Ол не үшін екен білмеймін. Так, бізде мынау да таусылды. Мен ағашым жетпей қалды, таусылған жоқ. Әлі ашылмаған, саженсті екеу ақ. Датау достар, жағдай түсіп кетті, короче. Басқа сататын не бар еді бізде? Ет бар екен. Нан сатамыз өзіне. Так, 5 нан ет. Менде нан жоқ, бірақ картошка. Неге достар, егімен алсамыз ғой, картошка егіп, мысалы, қараңыздар. Біз оны на көкемізден сатып алатын жеріміз. Картошка, сәбіз дейтіндерше. Жоқ қонады, кімнен сатып аламыз оны? Так, шыға салайық, мына жақтан бөлде. Алмас, угол, редстоун. Мұны чисто андай осындай жұмыртқалар береді. Бұл бізде может надан сатамыз. Бұл да сатпайды. Қаяқтан аламыз енді оны? Сол сұрақ менде. Мынау не мынау? Какао бобри дейді. Ол немене берілді.
Мен картошканы қайтып егемін, сол не болып тұр ғой проблема. Айтпақшы достар, маған воронка жасау керек, ол үшін железо керек. Жиған ақшамызға енді железо алайық. Екеу болса да енді керек болып тұр барынша. Оны ашылды. Так, үшеуін осыны тазартып жібереміз, мынаны тазартып жібереміз. И мына тупты доскаға айналдырып аламыз. И осы досканы да қабылдаса, короче, осы. И енді біздер үшінші воронканы сатып алайық. Так, былай үшінші железо. И осыдан енді біз воронка жасап, өзіміздің бамбук фермамызды дамыту керек. Негізі ол бамбук ферманы басынан соғу керек сияқты, достар, қалай ойлайсыздар? Так, өліп қалып тірілейік. Бізде мына егініміз де өсіпті. Так, бұны сындырып алу керек. Так, 1-2. Мынаның бәрін сындырып алайық. Алтау дейді. Негізі осы егінмен айналыссаң жақсақ, мен өйткені егінді сатасың, оны орнына костенің мука сатып аласың да, мынаны өсіріп қайтадан сатасың, короче. Осылай егсек бәрін. Сен барынша өскен осы екен. Так, ендігі кезек біздер мынаны кішірейту керек. Яғни біздер қалай десеңіздер, мыналарды сындыру керек. Яғни бұл төртеуден артық болмайды екен, менің түсінгенім бойынша. Если кейін көтеріліп қайта дамып атсақ, жасаймыз ғой енді басқа жолын. Так, мынаны сындырып алайық. Суды тартып аламыз. Су қайдан жалғанған біз? Бұл екен вообще. Так, и біз мына жаққа су құямыз. Мына суды аламыз. И мына суды да алып, міне жерге қоямыз. И все, мынадан мысалы түскен кактус осылайдан кеп мына жаққа түседі. Все, нормально. Так, топормен алады сындырып тастайық артықтарын. Бізде енді мынаны осылайдан жасайық. Мынаны сындырып тастайық артық өйткені. Мен просто андай қалдым ғой, достар. Бірден 9-дық жасап, короче, крупный алайыншы деп едім, болмайды екен, ондай идея. Құнық болу керек екен. Асықпай ғой, асықпай. Шет-шетінен жайлап. Негізі бұл да ше 3-4 не істеп жасаң, короче, бұл да сатуға болады, если бұл бамбукты да, кактусты, бамбук дейберін ғой. Так, мына да боламыз. Йо, жерге түсіп кетті. Мына алып үлгереміз ба? Алдым ба? Йо, аламай қалыптым. Аламай қалыптық. Ничего, бір емес дей салайық, басқа мал жоқ. Так, осылай. И мына жерге воронка қойсақ, мына жаққа сандықты қояйық. Мен осылайдан сандығымыз тұрады осы жерде. Так, үштіп. И мына жерге воронка. Мына блокты сындырып тастаймыз. Короче, так, воронканы точно 3 железоға істейтін бе? Әлде мен қателесіп тұрмын ба? Ё-моё, достар, қайтып істейді воронканы? Мен білмейді екенмін, шынымды айтсам. Мен осылай істелінеді деп жүрмін оны. Ё-моё. Так, мына жақта шығар, может. Так, пич. Redstone. Қақта воронка? Алло, ей. Чё там? Не отырыз? Кәні? Так, қалай істейтін еді ол бәлемне? Жоқ қой, достар, воронка дейді. Әлде мына скайблоктан алып тастаған ба? Міне тұр ғой. 5 не бір сандық керек па? Йо, дала қараңғы болып кетті ғой. Как всегда, азанға жібере саламыз.
проблемасы жоқ. Так, бізге енді мына жаққа сату керек бар кактусымызды. Мысалы менде 10 кактус бар, бұл да как раз 10 кактус алады. И маған барынша железо алып, короче, немді жасауым керек қой. Фермамды. Так, кактуспен тұр ғой. Все, алайық, 7 тиын. Так, бізде сандықты көрейік, жаңа сандықты. Не заттар бар екен. Так. Бізде айтып жатқан достар, мынандай не бар, бамбук бар. Осыны да егу керек, оказывается. Керек бұның бәрі. Так, мынаны жасайық. Бізде 5-еу қабылдайтын еді. Тағы все жетті ғой. Достар, бүкіл нәрсемізді сатып отырған әйтеуір. Главный ферманы жасап алу керек. И ферма жасалғаннан кейін, білмеймін, өз ақшасын осы кетіп отқан шығынды ақтайды деген ойдамын. Так, бұда емес еді ғой. Мынада еді ғой, по идее. Жоқ, біріншісінде ё-моё, миым ашып отырмын даже. Так, осы 2 изумрудқа ма? Давай. Тағы біз не сата аламыз бұлар. Көрейікші, керек емес заттарымыз болса. Так, достар, что-то не то. 5 нанды жасау үшін 15 не керек, мынандай, не дейтін, пшеница керек, 15 пшеница керек. Ал ол 2 изумруд береді. Ал мынау 10 пшеницаға 2 изумруд. Мен жәндеп просто екеуін что-то косяк болды, что-то. Қате болды. 8 бану. Негізі осындай не қораса қояқ достар, келесі бөлімде. Сөйтін аларын бәрін, короче, сатамыз, ет жасап. Так, мынаны сатайық. Оппана, әдем кездесті. Так, бізге тағы да 9 ақша керек. 9 тиын. Так, сат теретін тағы не жат бар? Сүйек зомбидің еті. Эндер көзі, эндерменнің. Ё-моё, мынадан көрдік бұны. Так, мынадан бізде нелерді сатуға болады екен, пшеницалар. Біз алма, менде алма көп қой. 3 ақша бар, тағы 4 керек маған. Арбуз егу керек маған. Инаның бәрін негізінен қабылдайды ғой. Тоқтай тұр. Тоқтай тұрыңыздар достар, мен не байқағанын көрсетейін ба? 10 екен, мен екеуді ойлап қалдым. Так. Бізден алымыз өсіп жатыр ма өзі? Алар. Бұлар по-любому өскенмен мыняқа құлап жатқан шығар бұлар, я? Достар, мынау өссе, мынау сындырады оны. Мысалы мынау сындырады, и бітіп келетті, мына жаққа құлап жатыр ма екен әлде? Мыналардың бәрін алып өткізерек, 3 теңге тұрады. Все. Так, бұл бізде үшеуі 1 изумруд. Так, 1 изумруд тұрса біреуі. Сатып ала ма бәрін? Жоқ, 8, 2 изумруд, нормально. Бізде 6 изумруд болды. Біреуін лақтып жасайық. Негізі осы тауықтарды асыраймыз ойын. Өйткені пайдасы көп сияқты. Так, бұлай и бұлай. Так, бұны бұлай ектсек. Бұлай. Так, и бізде болды да өлейін, басқа сататын да жоқ. Бізде яблоко. Достар, что-то істейтін сияқтымыз. Что-то істейтін сияқтымыз. Қазір күте тұрыңыздар, мына яблоканы сатып жіберейік. Алманы үшеуге қабылдайтын беді алманы. Так, бұл емес, осыны да енді ми ашиды ғой. Мана да еді ғой. Так, алма, қаяқтасың алма? Алло. Міне тұр ғой үшеуі. 9. Достар, қараңыздар. Так, короче, достар, қараңдар. Менде 9 изумруд бар. Біз кәші мұнан ала тұрсақ. Так, 10 изумруд ұрлап кетеміз дейсті. Бірақ кейін тағы да изумруд болып жатқан кезде
қойып қоямыз да жайна. Дұрыс па? Болмайды ғой негізі. Просто мен офет ала саламыз. Все. Все достар, қазір біз фермамызды жасаймыз өзіміздің. Енді дайын болыңдар, мынаны сындырып кете салайық. Ақыры кетіп жатырмыз. Так, бұның бізде бәсе. Мынаны ек қояқ жайына қайтып. Бізге так сандық керекті де сосын. Так, сандық жасаймыз. Сандықты қоямыз. Былай и былай. Хоп, болды. Достар, что-то болған сияқты менің ойымша. Ал, кет бисмилла. Болды ма, мысалы мен мынаны лақтырып тастасам? Мынаның бәрін лақтырып тастасам. Бұлар бүйтіп келеді. Мынау. Мынандай бұл болмайды екен ғой. Отказ. Сындарыңдар мынаның бәрін. Осы ғой енді. Болмай қалады. Біресе қате болады. Так, сындырып тастайық мынаның бәрін. Жота достар, қазір дайын болатын сияқты. Видеоға лайктарыңызды басып, арнаға жазылып отырыңыздар. Так, мынаның бәрін сындырып тастаймыз. Мынау да керек емес. Осылайынан жасап қойық. Все. И мына беттікінде. Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мынаны неге сындырып тастайықшы? Все. Енді көрейік достар. Қандай лақтырып көреміз. Мынадан жайлап өтеді екен ғой. Все достар, дайын. Задание орындалды. Видео ұнаса видеоға лайктарыңызды басып, арнаға жазыла кетіңіздер. Келесі бөлімде Құдай қаласа мына жаққа бір тауықтарға арналған бір қора соғамыз. Ал ендеше осы видео аяқталды. Қош сау болыңыздар. Давайте арнаға тіркеліңіздер.